Сәлем балақай, сені каналда көргеніме қуаныштымын. Каналға тіркеліп, лайк қалдыруды ұмытпа. Бүгін біздер әліппе сабағынан 47-ші сабақ не үйрендім, не білдім. Яғни осы уақытқа дейін өткен тақырыптарды бірге қайталайтын боламыз. Оқулығымызды ашып, тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде бізге суреттер берілген. Қарап отыратын болсақ, бұл жерде сұрақ белгісімен, леп белгісімен сөйлемдер құрастыруға берген. Леп белгісімен тұрған бұл лепті сөйлем. Сұрақ белгісімен тұрған бұл сұраулы сөйлем. Біздерге сонда сұраулы және лепті сөйлем құрастыруымыз қажет. Бұл жердегі суреттерге қарайтын болсақ, үй ішіндегі ас үй берілген, екіншісінде асхана, мектептегі асхана берілген. Енді біздер алдыменен сұрақ қояйық. Ас жерде не деу керек? Ас жерде ас болсын деген сөз тұрады. Бұл жерде баласы анасына рахмет айтып жатыр. Келесі, балалар қайда отыр? Балалар асханада отыр. Бұл жерде жанынан өтіп бара жатырған қыз бала астарың дәмді болсын деп, сыныптастарына астарың дәмді болсын деп айтты. Ал сыныптасы оған рахмет айтты. Келесі суретке назар аударайық. Бұл суретте балалар не істеп жатыр? Балалар велосипед айдап жатыр. Екі балақайды көреміз, бірінің атын Дастан, екіншісінің атын Асан деп қояйық. Кәне біздер осы сурет бойынша енді сөйлем құрастыруымыз керек. Сурет бойынша мысалға Асан тоқта деп жатыр, артынан жүгіріп келе жатқан бала бұл Асанды тоқтатқысы келді. Бұл жердегі сөйлемдерді өзіңнің қалағаның бойынша өзгерте аласың. Келесі астындағы суретке қарайтын болсақ, екі кішкентай баласымен серуендеп жүрген ананы көреміз. Ал оның артында келе жатқан адам жерге ойыншықтың түсіп қалғандығын көрді. Ол жерден алып не айтуы мүмкін? Ойыншық сіздердікі ме деп сұрады. Келесі суретке қарайтын болсақ, бұл жерде не істеп жатыр балалар? Балалар кітап оқып отыр. Балалар кітап оқыды. Енді қараймыз. Бұл жерде лепті сөйлем, бұл жерде сұраулы сөйлем, бұл хабарлы сөйлем. Сонда біздер балалар сөйлемнің үшке бөлінетінін білдік. Лепті сөйлем, сұраулы сөйлем және хабарлы сөйлем. Балалар осы сияқты сурет бойынша өзің қалағаныңдай сөйлем құрастыра аласың. Бүгінгі біздің не үйрендім сабағы аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.